Hi, English with Жадыра. Бүгін идиомаларды үйренеміз. Go bananas, spill the beans, under the weather, behind closed doors. Бірінші идиома go bananas. Ашулану, ашуға берілу деп аударылады. Мысалы, she'll go bananas when you tell her the news. Сіз оған жаңалықты айтқан кезде ол ашуланады. Екінші идиома spill the beans. Байқаусызда айтып қою, немесе өсектеу деген мағынаны білдіреді. Мысалы, he spilled the beans about my party for Tom. Ол менің Томға арналған кешім туралы айтып қойды. Үшінші идиома under the weather. Өзін жаман сезіну деп аударылады. Мысалы, I'm feeling a bit under the weather. I think I'm getting a cold. Мен өзімді аздап жаман сезініп тұрмын. Маған суық деген сияқты. Төртінші идиома behind closed doors. Жасырын түрде деген мағынаны білдіреді. Мысалы, they made this decision behind closed doors. Олар бұл шешімді жасырын түрде қабылдады. Бүгінгі идиомалар go bananas, spill the beans, under the weather, behind closed doors. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. See you!